Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы қарапайым әрі құнарлы қайнатпа сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамындағы қоспаларды қайнатып жасағандықтан бұл сорпа өте пайдалы болып саналады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға салқын су құйып дайындап алатын боламыз. Одан соң жуып тазалап алған етімізді осылай үлкен кесек бөлік етіп ыдысымызға саламыз, және сүйектерді де осылай мен бөліктерге бөліп салдым. Енді дайын болған кастрюлемізді отқа қойып қайнағанша қақпағын жауып қалдыратын боламыз. Қайнаған соң артық көбіктерін алып тастаймыз және ары қарай сорпамызға бүтіндей етіп ашып тазаланған жуылған пиязымыздың екі данасын салатын боламыз. Бұл сорпаға ерекше дәм беретін болады. Менде ет тұздалған болғандықтан сорпаға тұз салмадым, және ары қарай көкөністерді жуып тазалап ашып осылай арнайы көкөністерді кесуге арналған кескішпен кесетін боламыз, немесе пышақпен осылай турасаңыздар да болады. Мен 2 картоп, 1 сәбіз және қызанақ, болгар бұрышын осылай турап барлығын қостым. Қызанақты қалауларыңызша қоссаңыздар да немесе қоспасаңыздар да болады. Осылай барлығын турап дайындап аламыз және жарты сағат өткен соң барлығын бір мезгілде сорпамызға салатын боламыз. Мінекей қайнап тұрған сорпамыздың үстіне көкөністеріміздің барлығын салып жақсылап араластыратын боламыз. Жарты сағат көлемінде қайнатамыз. Одан соң үстіне дәмдеуіш лаврович және дөңгелек қара бұрыштан қостым. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Мінекей біздің сорпамыз пісіп дайын болды. Өзінің майы шығып өте керемет болды. Бетіне әсемдік үшін аскөк турадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.